Саба шерефіңіз хайырлы олсын. Декабрінің 14-ы Қарамышқалының 1386 күні студияда Вилия Мұхтарова çalışам. Бекер дегерменже сезодан амелиятханеге тұшты. Екемлер оның алыны пек ағыр көрелер. Бұақта адвокат Эдем Семедляев білдірді. Хатырлата кеймайыжілер 5 күн девамында бекер дегерменшінің хастаханеге йоланмасыны талап етті. Оның алы феналашқаны да. Ләкин сезо бұның кебі мұражатларына рейд етті. Бөлетті бей ярдымны көстермеге имканлары бар деп исрар еткенеділер. Бекер дегерменшіні ішғалжелер ноябрның 23-де тұтты. О веда уч Қырым татара түрк ватандашындан пара талап өтуде қабатланды. Ишғалжы махкеме оларны 2 айға несарет алтына алды. Бекер дегерменші февраль 26 давасының мабюсы Мустафа дегерменшінің бабасыдыр. Подзащитный был вывезен с территории СИЗО в 7-ю городскую больницу, где находится сейчас в реанимационном отделении. Поступил он с бронхиальной астмой, без сознания. И также продолжим подавать жалобы, заявления уже вышестоящие инстанции, что человека довели до такого состояния. Я считаю, что виновные лица должны понести ответственность за это. Бүгін Қырымда февраль 26 давасы бақылачақ отырыш Ахмеджетінің Ишхалжи меркези махкемесінде саат 10-да башланмалы. Кешкен махкеме отырышында қабатланғанлардан бірі Искендер Кантемиров сұрғуға чекілгені. О Кутлевич атышмалар олғанын инкар етті. Махкемеде митинг видеолары бақылды, анда қабатланғанлар көрінмей. Даваның 2 мабюсы Мустафа дегерменже ве Али Асанов евапсынде болуна. Февраль 26 давасының мабюслері 2014 сенесі февральның 26-сында Украина топрақ бүтінлігіне қол тұтып митингінде ұлған қалабалықларда іштірак етмесінде қабатлана. Владимир Балықның давасы Ақшейх районының Ишхалжи махкемесінде бақылажақ. Салы күніне планыштырылған махкеме шатлар келмегені үшін жұма ақшамы күніне қалдырылған адам. Махкемеге Қырымда ФСБ дәресінің yolbaşçысы Виктор Палагин ве оның 2 хадимы келмеді. Оларны Балықның евінде кечірілген тынтуф аққында сұрғыдан кечірмеге планыштыра еделер. Украиналыны Русия қызметлері бір ел евелсі яқалады. ФСБ оны селя сақламасында қабатлай. Ақорчылайжыларымен ке Балық Украинаға қол тұтқаны үшін басқыға ұғырады. Язда оның өкіметші қаралды, ләкин соңра даваны текрар бақылмасына yolладылар. Декабрның 19-ында Бірлескен Миллетлер Баш Ассамблеясы Қырым резолюциясыны бақажақ. Бұақта Бірлескен Миллетлерінің Украина миссиясы өз Твиттер сайфасында білдірді. Бұл ветиқаны Бірлескен Миллетлер Баш Ассамблеясының 3-ші комитеті ноябрь айында таздықлағаныда. Шу ветиқада Украина ве Русия арасында халқара селялы зидиет қайдетілі. Яңартылған Украина резолюциясының лейхасында Кремльге низбеттен талаплар мевжуд. Русияден ярымадада Украина ватандашларының ақларыны ғайырдан тіклемесі, Украин ве Қырым татар тілерінде тассир алма имканларына бермесі қайдетілі. Русия пасыге етіні қайтарып оламаз. Бұақта Қырым татар милли межлесінің рейсі Рифат Чубаров айтты. Оның қайдеткеніне көре мұнда Қырым татарлар өз иссесіні қошты. Межлес Европа Шурасы парламент ассамблеясына ресми мұражатнаме yolлағаныда. Страсбургта межлесінің фікріні рейс муавина Ахтемчи Гос сеслендірді. О Европа Шурасының нәзірлер комитеті өгінде чыққышта болынып, оның баш кетебі Турбьорн Яглантілі көрішті. Поки що Росія не зможе повернутися пари, не буде цього. І тут вагома така, знаєте, вагомий внесок із нашої кримсько-татарської сторони. Бо кримсько-татарська тема, проблема зараз Криму, стан кримсько-татарського народу, він на такій постійній увазі міжнародних таких майданчиків і організацій. Қырым Украина топрағыдар. Бұл шекелде Америка Бірлескен Девлетлерінің Русия елшісі Джон Хансман Твиттер қолданушысының Қырым кімге айт суаліне жауап берді. Дипломат бұңа бағышлаған видео чықарып Американың Русия елшіханесінің сайфасында ерлештірді. О қайдет еке Русия елелер бұның кебі суалеріні сық-сық берем.
Because it's a pretty simple function of international. На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым – это Украина. Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо. In terms of getting us there. Шымдалек бұл соңғы хабарымыздар эфирні сабай yayını devam ете. Атерден айрылмаңыз.